Кеш жарық, қымбатты достар, сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Әлі де естімеген, хабардар болмаған оқырмандар болса, кітаптар әлемі жобасы аясында бізде жарыса кітап оқиық онлайн байқауы өткізілуде. Біз сіздерді қыс айларын кітап оқып қызықты өткізуге шақырамыз, қатысыңыздар. Байқау ережесі қарапайым. 2022 жылдың желтоқсан айының аяғында біз барлық қатысушылар Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясының бірінші кітабын оқып бастап кеттік. Қаңтардың 21 күні мен әлеуметтік желілерде, Инстаграм парақшамда, Фейсбук парақшада, Телеграм арнада, Ютуб арнада, ТикТокта, WhatsAppта кітап құмарлар тобында 20 викториналық сұрақтар жариялаймын. Сол сұрақтарға кім жылдам және дұрыс жауап береді, сол оқырмандарға қаржылай және кітаптай сыйлықтар таратамыз. Өткен тікелей эфирден кейін бізге 30-ға жуық оқырман қосылды. Телеграм арнадан, Фейсбук парақшадан. Бір қуантарлығы, барлық оқырмандар, кешіріңіздер, барлық емес, оқырмандардың көпшілігі Абай жолын бұрын оқып қойған екен, бізбен бірге қайталап оқуда. Енді оқырмандар сұрақтарына жауап беріп өтейін. Абай жолын бұрын оқығанның электрондық нұсқасын қайталап оқып жатырмын. Дұрыс жауап беретініме сенемін, бірақ жылдам жауап бере алмай қалам ба деп қорқам дейді Лаура. Байқауға қатысқым келеді дейді. Жылдам жауап беріп үлгересіздер, уайымдамаңыздар. Біз бұл байқауды алдымен WhatsApp желісінде кітапқұмарлар тобында өткіздік. Күз айларында Оралхан Бөкейдің кітабын 3 күнде оқып шықтық. Сол кезде мен топта 10 сұрақты жариялаған кезімде 5 минуттың ішінде біздің кітапқұмарлар дұрыс жауап жазып қана қоймай, оны өз ойларымен ұштастырып, сабақтастырып, керемет жауаптар жазған. Роман эпопеяның біріккен кітабын оқып бастадым. Кеш білдім, толық оқып шығып тауыссам тамаша болар еді. Гүлсім дейді. Гүлсім, сіз білетін боларсыз, Қияда деген тараумен бірінші кітап аяқталады. Абай жолының екінші, үшінші кітаптарын біз Алла қаласа жаз айларында бірге кітап оқиық онлайн байқауында оқып жалғастыратын боламыз. Енді оқырмандардың көпшілігі электрондық нұсқада оқып жатыр, немесе бұрын оқып қойған деген секілді. Жаңа кітапты сатып алып оқығымыз келеді дейтін үміткерлер болса, аздаған жарнама. Фолиант баспасынан Абай жолы эпопеясының 4 кітабы жарық көрді. Тапсырыс беріп алып оқысаңыздар, немесе достарыңызға сыйласаңыздар болады. Енді сөз соңында эпопея туралы қысқаша мәлімет айтып өтейін. Мұхтар Әуезов туындыны жазуға өзінің 15 жыл уақытын арнады. Онда Абай өмір сүрген дәуірдің шындығын қамтып қана қоймай, ақынның шынайы образын ашып көрсете білді. Қазақтың ұлы ғалымы Қаныш Сәтбаев Абай жолы эпопеясын қазақ өмірінің энциклопедиясы деп бағалады. Расында да шығармада тұтас халықтың өмірі суреттелді. Абай бейнесі, Абай өмірі, сол кездегі қоғамдағы тартыс, күрестер, халқымыздың тұрмыс тіршілігі, осының барлығын тереңнен қопарып, жазушы шыншылдықпен, шеберлікпен бейнелей білді. Әсіресе кітапты оқыған оқырмандар жақсы біледі, Абайдың Тоғжанды алғашқы көруі бұл эпопеяның ең әсерлі беттері деп айтсақ болады. Мен осы үзіндіні келесі аптада бұйыртса оқып, YouTube арнаға жүктейтін боламын. Бұл байқаудың ерекшелігі ешкім ұтылмайды. Сіз кітап оқисыз, біз сізге ақшалай сыйлық береміз, немесе кітап ұтып аласыз. Ең кемінде сіз Абай жолын жүздеген оқырманмен бірге жарыса кітап оқиық онлайн байқау арқылы оқып шығасыз. Оның өзі жеңіс түсіне білген адамға, Абай атамыз айтқандай, білгенге маржан, еңіске арзан. Мен баршаңызға сәттілік тілеймін.
келесі хабарда, келесі тікелей эфирде біз сыйлықтар тарататын боламыз. Абай жолы эпопеясы Мұхтар Әуезовтің әрбір қазақ оқитын, әрбір қазақтың шаңырағында тұратын кітап. Амандықпен жеңісті күндерде жолыққанша.